Әйгерім ханым, неге осы кәсіпті бастадыңыз? Бұл кәсіп көлікке байланысты, және менің өзімнің көлікке қызығушылығым өте жоғары. Осы кәсіпті бастаған кезде сізде қандай қиындықтар болды? Өзімнің көлігім болу керек, және әрқашанда бұл бизнесте өзім жұмыс істеуім керек. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Келіңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен шәкіртім кәсіпкер Әйгерім ханымның автошколасына қазір келіп отырмын. Сәлеметсіз бе, Әйгерім ханым? Саламатсыз ба? Менің есімім Әйгерім. Осы автомектеп, Камила автомектебінде жұмыс атқарып келе жатқаныма 3 жыл болып қалды. Және мен өзім көлік жүргізуді үйретемін, көбінде әйел адамдарға, және де теориялық сабақ жүргіземін. Әйгерім ханым, неге осы кәсіпті бастадыңыз? Бұл кәсіп көлікке байланысты, және менің өзімнің көлікке қызығушылығым өте жоғары. Яғни кішкене кезінен және де мектеп кезінен көлікке қызығушылығым өте жоғары болғандықтан осы мамандықты таңдадым. Күшті. Осы кәсіпті бастаған кезде сізде қандай қиындықтар болды? Әрине, әр бизнесті бастаған кезде қиыншылықтар туындайды, қаржылай жағынан, және көлік алу керек, өзімнің көлігім болу керек, және әрқашанда бұл бизнесте өзім жұмыс істеуім керек. Сол себепті бұл жұмыс өте, қалай айтсам болады, энергиялық затратты, яғни әрқашан бір әрекет жасау керек, әрқашанда жарнамалық қағаздар таратып, әрқашанда адамдармен көп сөйлесу керек. Ең алғашқы өзіңіздің шәкіртіңіз есіңізде ме? Ең алғашқы, әрине, ең алғашқы алған шәкірттерімнің мысалға бір топта 5 адам, 10 адам жиналады. Сол топтардың бір 3 адамы жақсы нәтиже көрсетеді. Дұрыс. Сонда сіз бұл жерде обучение өткізесіз, содан кейін права алуына бәріне көмектесесіз ғой? Әрине, мен басынан бастап аяғына дейін көмектесуге тырысам, бірақ та ол бір адам, 10 адамның артынан әр кезде қадағалау ол мүмкін емес. Сол себепті ол адамдардың өзіне де байланысты. Яғни мен ол кісілер менен көмек сұраса, әрине мен барлық сұрақтарына жауап берем, көмектесуге тырысамын. Соның нәтижесінде, егер де барлық осы тапсырмаларды орындап, барлық айтқан тәсілдерді жасаса, әрине нәтиже болады. Жалпы сіздің клиенттеріңіз кім? Әйел адамдар ма, ер адамдар ма, кімдер? Көбінде әйел қауымы, яғни баласы бар әйел қауымы. Ол кісілер әртүрлі уақытқа, біздің жалпы әртүрлі уақытқа қояды, сол кісілердің уақытына қарай жұмыс жасауға тырысамын. Әрқашан келген курсанттың жағдайына қарай жұмыс жасаймын. Сіздің осы автошколаның басқа автошколалардан қандай ерекшелігі бар? Мысалға, ең бірінші ерекшелікті айтатын болсам, кез келген курсант өзінің жағдайына қарай, мысалы, таңғы 7-де, немесе 8-де, немесе 9-да оқи аламын десе, сол уақытта мен оқу жүргізе аламын. Және де біздің тағы бір ерекшелігіміз, ол осы курсқа тест сабағын қосып, тестке дайындалу. Яғни бірінші сабағында біз теориялық сабақты өтеміз, екінші сабағында біз тестке дайындаламыз. Ал мына практика жүзінде жүргізуді, көлікті, оны да үйретесіздер ғой? Әрине, ең бірінші теориялық сабақты біліп алған дұрыс, өйткені көп жағдайда теориялық сабақты білмегендіктен көлік жүргізу практикалық сабағында қателіктер көп болады. Жалпы осы практика жүзінде көлікті қаланың ішінде жүргізесіздер ме, әлде бірінші ненің ішінде ме өздерің? Ең бірінші алғашқы 5 сабақты біз автодромда жүргізуге тырысамыз. Егер де курсант өзінің практикалық жүргізу кезінде нәтижесі 3 сабақтан кейін жақсы болса, біз әрине қалаға шығаруға дайынбыз. Керемет. Бұл жақта бізде, мысалға, алғашқы көмек бойынша біздің тақташамыз, яғни бізде барлық тест сұрақтарына қажетті жауаптарды осы жерде алуға болады.
мына стендтердің барлығында мысалға мына жақта бізде автодром, яғни автодромда қалай жүру керектен алдын ала даярлау сабағы болады. Одан кейін бізде жолдың белгілері тақтайшасы бар. Бұл жақта жаңағы жолдың бойындағы, яғни жолдың бетіндегі белгілер туралы ақпаратты осы жақтан көрсетеміз. Бізде осындай тақтайшалар бар, яғни бұл тақтайшаларда бастапқы жол белгісі, тағы да өткізуші жол, әртүрлі белгілер бар. Бұл белгілердің барлығын біз үйретеміз. Мынау екінші автодром. Бізде жаңадан Қарасай ауданындағы автодромды қалай схема бойынша жүру керек, осы схемамен көрсетеміз. Екінші сабақта осы күшті линиялар баспай жақсы айдалып отырмын. Айгерім ханым, енді осы қазір менің жеке бренд обучениемде өтіп жатсыз. Осы өзіңіздің маған келген кезде кәсібіңізде жеке брендке қатысты қандай запрос болды? Қазір қандай өзгерістер өзіңіз байқап отырсыз? Жалпы жеке бренд деген ойды қалыптастыру менде осы түсінік пайда болды. Яғни жеке брендте, яғни бізде қазіргі уақытта LCY, Kiki, Cola деген сияқты компаниялардың өзінің жеке бренді бар. Яғни ол жеке бренд жасалғаннан кейін ол бренд саған жұмыс жасайтындығы, соның барлығын мен қазіргі уақытта түсіндім. Және де алдағы уақытта сол мәселе бойынша жұмыс жасауға әбден тырысамын. Сәттілік тілеймін сізге. Жақсы.